Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге мен амандасу құрағын тігуді үйрететін боламын. Алдымен мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бізге керегі екі түсті мата керек. Мен көк мата мен қызыл мата таңдадым. Шаршы квадратқа бөліп қиып дайындап аласыздар. 10-да 10 сантиметр, 7-де 7, 5-де 5 және 2-2 квадраттан 3-де 3 квадрат қыласыздар. Мына үстіңгі жоғары квадраттың бәрін қиып аласыздар. 10, 5, 7. Мына 3-3-де 3-ке оған тимейсіздер, олар сөйткей тұра береді. Барлығын өстіп қиып дайындап аласыздар. Сосын бөз керек. Бөздің ортасының барлығын мен мынандай бөліп сызып қойдым. 3-де 3 квадратты түгін төмен қаратып, біріне бірін айқастырып тігіп аласыздар. Бас жағын, аяқ жағын жаймен бекітіп аласыздар. Екінші квадратты да, 3-де 3 сантиметрлік квадратты да, оны да дәл сол тәрізді, сол дайғып, оны да тігіп аласыздар. Бір бекітіп аласыздар, жүргізіп, өйткені сөгіліп кетуі мүмкін. Тігіп аласыздар. Артық жіптерін қиып аласыздар. Ортасы мына осындай болады. Енді осыны шахмат тәрізді біріне бірін жалғастырып тігесіздер. Қызылдың үстіне қызылға көк айқасып тұрады, көкке қызыл айқасып тұрады. Ортасын тігілген жерін, айқастырып тігілген жерін екі жағын бантик ұсатып екі жағына қаратып тігесіздер, өйткені томпиып кетуі мүмкін. Сосын ине түйреп қойыңыздар. Жылшып кетуі мүмкін, ортасы сәйкес келмей қалуы мүмкін. Шахмат тігілген жері біріне бір айқасып кетуі мүмкін, сондықтан ине қадап алғандарыңыз дұрыс. Артық жібін қиып алыңыздар. Мына бөзді жаңа сызып қойған жерлерге шыққан шахматымызды қиғашынан қоясыздар. Сызудың барлығына бұрыштар сәйкес келіп тұру керек, төрт бұрышы. Ортасындағы тігілген айқасқан тігілістерде ол да сәйкес келеді. Сосын нүктесі қақ ортасында бөздің ортасына сәйкес келу керек. Соны қадағалайсыздар, әйтпесе құрақтарыңыз қисық шығып кетуі мүмкін. Бұрышының бәрі сәйкес келу керек. Мына сызған сызықты көрдіңіздер ғой, соған бұрыштың бәрі сәйкес келу керек. Енді көктен бастадық қой. Көктен бастаса, қазір көк үш бұрыш 5-де 5 сантиметрлік үш бұрышты көктің үстіне саламыз. Сосын матаның түгін абайлаңыздар. Төмен қарап тұрған түк болса, төмен қаратасыздар. Өйткені екі түс беріп қалуы мүмкін. Сондықтан әр құрақты, әр матаны салар кезде матаның түгіне қарайсыздар. Үш бұрыштың бұрышы қарама-қарсы кеп тұрған шахматтың қақ ортасына келу керек. Сол кезде құрақтарыңыз түзу түседі. Басын бекітіп аласыздар. Төмен лапкымның бойымен алып түсесіздер. Енді менікі бытовой машина болғаннан кейін мен сәл лапкіден берірек алам. 1-2 мм берірек алам, 1 мм болса да, өйткені лапкым жуан менің. Артық жіптің бәрін қиып алып тастайсыздар. Енді мынау қызылға қызылды қоясыздар. Бұл жерде де түгін абайлап қарап отырасыздар. Қолдарыңызбен жайып басып отырыңыздар. Ортасын туралайсыздар, қақ ортасын. Ұшы қисайып кетпеу керек, өйткені қисайып кетсе үстіне түсетін құрағыңыз, матаңыз қисық болып түседі. Артық жіптерін қиып алып тастаңыздар. Енді көкті қоясыздар. Көктің үстіне көк жүреді.
чередовать етіп отырасыздар. Көк кетет, көктен кейін қызыл кетет. Осыдан шатаспайсыздар, түгінен шатаспайсыздар. Сол кезде сіздерде әдемі амандасу құрағы шығады. Орыстарда бұл құрақта улитка деп жатады, қазақша ұлу дейді. Бірақ негізі құрақтың атауы біздің халықта амандасу құрағы деп аталады. Енді қызылды жібересіздер. Осылай жаймен аяғына дейін чередовать етіп тігіп кетесіздер. Ортасына абайлайсыздар. Ортасына үстіне қойып отқан құрағыңыз жатқан кезде қақ ортаға түсу керек болады. Шахматтың ортасына түсу керек. Мінекей көрдіңіздер, құрақ шығып келе жатыр. Сәл артқа жүреміз. Енді мына жерге қызыл қоясыздар. Осылай тігіп кете бересіздер. Қызылдан кейін көк кетеді, одан кейін қызыл кетеді, тағы да көк кетеді. Түгін абайлайсыздар, өстіп аяғына дейін тігіп шығасыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алда тағы да мастер-класстар жүргізетін болады. Сау саламатта болыңыздар.